Балалар, біз барлығымыз әдеміміз, е? Ал енді сендер бүгін қандай ойын ойнағыларың келеді, немесе қандай ертегі тыңдағыларың келеді? Балықтар туралы білгілерің келе ма? Ертегі аймағына барып, онда балықтар туралы ертегі тыңдаймыз ба, балалар? Әрине, ондай кәдеге барлығымыз жайғасамыз. Балалар, өздерің қалағандай, біз теңіз тіршілік иелері туралы ертегі тыңдауға дайынбыз ба? Бір күні теңіздің бетіне ат басты балық шығып, бұл теңізде мен ғана сұлумын деп жылжып теңіздің бетінде жүріпті. Теңіздің жиегінде жүрген бақа ха деп күліпті. Сен бірінші жүзуді үйреніп ал. Сен жүзу білмейсің, сен жылжып қана жүресің депті. Ал бұдан кейін теңіз жұлдызы шығып, мен сұлумын теңізде, мен ғана сұлумын, өйткені мен аспанда жарқырап тұратын жұлдызға ұқсаймын депті. Бір кезде балық шыға келіпті. Жоқ, қателестіңдер. Балықтар сұлу теңізде, балықтар сұлу. Себебі балықтың алтын балығы бар, түрлі түсті балықтар бар деп мақтанып, шалып еткізіп суда бұлайда жүзе берді. Бір уақытта теңіздің бетін қатты толқынмен, қатты лебімен не келіпті балалар? Кит шығыпты судың бетіне. Бұл жасап жатқандарың, айтып жатқандарың дұрыс емес теңіз тіршілік иелері. Яғни теңізде біз барлығымыз да сұлумыз. Себебі біз су тіршілік иесіміз. Яғни біз теңіз тіршілік иесі болғандықтан, барлығымыз бір жерде жүргендіктен, біз тату-тәтті болуымыз керек. Сондықтан да біз тіршілік иесіміз. Біз барлығымыз да сұлумыз. Біз бір-бірімізді сыйлауымыз керек, бір-бірімізді құрметтеуіміз керек депті. Балалар, ертегі ұнады ма сендерге? Ертегі не туралы болды? Не туралы болды? Балық туралы. Ал бірінші теңіздің бетіне не шықты? Ат басты балық шықты. Ол не деп мақтанды? Мен сұлумын деді. Ал одан кейін не шықты? Бақа шықты. Бақа не деді? Дұрыс айтады. Сен тек жылжып жүре аласың деді. Ал одан кейін не шықты? Балық шықты. Балық не қылды? Мақтанды. Не деді балық? Түрлі түсті балықтар бар. Түрлі түсті балықтар. Балықтар сұлу. Ода алты түсті балықтар бар. Түрлі түсті балықтар. Дұрыс айтады. Балық мақтанды. Ал одан кейін не шықты теңіздің бетіне? Жұлдыз. Ал жұлдыз не деп мақтанды? Мен сұлумын деді. Сосын не деді? Аянат айта қойшы. Түнде мен жарқырап тұрамын деді. Түнде мен жарқырап тұрамын. Неге ұқсаймын дейді? Неге ұқсаймын дейді? Аспандағы жұлдызға ұқсаймын дейді. Балалар, ертегі ұнады ма сендерге? Балалар, теңізге саяхатқа баруға дайынбыз ба? Теңізде біз нені сақтауымыз керек? Балықтарды. Тыныш? Әйтпесе балықтар шошпауы мүмкін. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, теңізде нені сақтаймыз? Тыныштықты сақтаймыз. Олай болса, бірге теңізге саяхатқа барамыз. Ал, балалар, біз қайда келдік? Теңізге саяхатқа. Дұрыс айтады, әдемі отырамыз. Ал онда теңізге саяхатқа келсек, нені орындауымыз керек? Тыныштық сақтауымыз керек. Себебі біз нені күтіп алуымыз мүмкін? Балықтарды күтіп алуымыз мүмкін. Ал енді балалар, теңіздің үстінде не жүр балалар? Қайық жүр. Сосын кеме жүр, дұрыс айтасыңдар. Олар судың астында жүре ме екен, үстінде жүре ме екен? Ал астында не жүру керек? Балықтар. Бірақ теңізде балықтар бар ма балалар? Онда ойын ойнағыларың келе ма? Тамаша. Онда балалар, біз
алдымызда нелер жатыр? Балықтар. Онда оны өзінің мекеніне орналастырайық. Қанекей, жайлы. Біз теңізге нелерді орналастырдық? Балық, тағы да нені? Нені орналастырдық? Сегіз аяқ. Тағы не орналастырдық, Айша? Теңіз жұлдызы. Сосын? Алтын балық дейді. Тағы не қандай балық бар? Атбасты балық. Дұрыс айтады, теңіз жұлдыздар. Ал енді сендер неге балалар қасқырды орналастырмадыңдар? Суда жүрмейді. Қасқыр қандай жағы бар? Жабайы жануар. Ал неге сиырды орналастырмадыңдар? Үй жануары. Орада тұрады. Ал енді барлығымыз тақтаға назар аударайық. Яғни бұл кептірілген балық. Мынау балалар бұл теңіздің жағасындағы бақалшақтар. Ал мынау балалар мынау не балалар? Теңіз жұлдызы. Балалар, сендерге саяхат ұнады ма? Ал саяхатта не көрдік балалар? Балықтар. Балықтарды біз қандай мекеніне жібердік? Суға, яғни теңіз астына жібердік. Ал енді біз топқа оралдық. Ал тағы да ойын ойнауға дайынсыңдар ма балалар? Ойынымызды не істейміз? Жалғастырамыз. Ойын ойнауға дайынбыз ба? Онда балалар, сендердің алдарыңда мынадай ойнайық та ойлайық деген ойын дәптерлеріміз бар. Бұның ішінде бірнеше ойындарымыз бар. Ал олай болса барлығымыз үстелімізді бұрамыз, ойын ойнауға дайындаламыз. Енді біздің ары қарай ойынымызды жалғастырайық. Бұл балалар логия шеңбері арқылы, яғни берілген суреттерді санға сәйкестендіреміз. Дайынбыз ба балалар? Жарайсыздар, онда ашамыз. Алуа, сен орындап болдың ба? Ал маған айтып берші. 2 тасбаққа жеңіл, 3 балық ауыр. Жарайсыз. Төрт дельфиннен 5 тасбақа артық. Артық, жарайсың. Ал 4 дельфин? 4 дельфин кем. Мынау ненің суреті? Бақа. Ал маған оқып берші. Буынға бөлші. Бақа, жарайсың, жақсы құрастырғансың. Ал енді әрі қарай ойнауға дайынбыз ба? Олай болса біз қазір балық аулау ойынына барамыз. Орнымыздан тұрамыз. Ал тағы да ойнауға дайынсыңдар ма балалар? Аянат, неше қоңыз? 10 қоңыз неше санға тең? 10 санға қоя қой. Сен қандай жануарларды қойып жатсың? Пингвиндер қайда өмір сүреді екен? Дұрыс айтасыңдар, мұзды мұхитта өмір сүреді екен. Парақ, жарайсың, тағы да келесіңді басады. Ал, мыналар нелер, мынау не? Денелер. Денелерді қай балыққа апарып жатсың? Жасыл, апара ғой. Қайда келді? Китке келді. Балалар, тағы ойын ойнауға дайынбыз ба? Олай болса, келіп барлығымыз жайғаса ғой. Сиқырлы айна ойын ойнатамын. Ал балалар, сиқырлы айна ойыны арқылы бүгінгі біздің барлық ойынымызда ең керемет қатысқан баланы көреміз. Ал сиқырлы айнадан кімнің бейнесін көрдік? Өзіміздің. Сонда бүгінгі ойынға ең керемет қатысқан балдар кім екен? Барлығымыз. Жарайсыңдар балалар. Сондықтан қазір мен сендерді, яғни көңілді смайликтер білезігімен бағалаймын балалар. Яғни бұл көңілді білезіктермен бағалау арқылы сендер бүгінгі көңіл күйлеріңді осы білезіктен көрсетесіңдер. Жарай ма балалар?
балалар, бүгін біз ойынды ең керемет ойнадық. Жарайсыңдар балалар, онда бүгінгі біздің ойынымыз аяқталды.